Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен бірге өте ерекше әрі тойымды, дәмді болып шығатын хит рулеттердің бірі. Осындай сырный рулет жасайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Осы видеода көрсетілген керек заттарды дайындап аламыз. Және де 300 грамм сырдың үстіне 3 жұмыртқамызды, 3 ас қасық сметан немесе майонезді қоссаңыздар да болады. Және де 3 дана чеснокты теркіден өткізіп саламыз. Сол кезде дәмі де иісі де күшті болып шығады. Осы заттарымызды барлығын қосып араластырып аламыз вилканың көмегімен. Толық рецепті төменге описаниеге қалдырамын, сол жақтан қарап алсаңыздар да болады. Ал енді пешімізді 180 градусқа қыздырып қойып, пергаментный бумагымызды табамызға жайып, жаңағы салмамызды салып, жақсылап барлық шетін бір тегіс қылып осылай жайып аламыз. Және де қызып тұрған пешімізге 15-20 минутқа кішкене қызартып, сырымызды ертіп аламыз. Ол аралықта ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Тауық төс етін блендермен езіп аламыз. Және де тұз, чеснок, бұрыш, паприка, көкөністерді салып дәміне қарай жақсылап араластырып аламыз. Және де дайын болған массамызды алып, ішіне салмасын саламыз. Қолымызды сулап отырып, жақсылап бір тегіс қылып асықпай жайып шығамыз осылай тауық етімізді. Содан кейін рулет қылып осылай бір тегіс қылып орап аламыз. Және де фольгаға орайтын боламыз. Фольгамызды майлап аламыз. Рулетіміз жабысып қалмау үшін жақсылап тастай қылып орап аламыз. Және де екі шетін осындай кәмпит тәрізді қылып ораймыз. Және де рулетімізді 1-2 аунатып аламыз. Сол кезде ішіндегі салмасы жайылып бір тегіс болады. Содан кейін қызып тұрған пешімізге 20-25 минутқа пісіріп салып аламыз. Дайын болған рулетімізді мұздатып алып, содан кейін фольгадан шешетін боламыз. Қараңыздар, өте күшті болып шықты. 1 сағат мұздатқаннан кейін барып кесіңіздер. Сол кезде рулетіміз күшті тастай болып, шашылмай әдем болып кесіледі. Неке қараңыздар, өте ерекше әрі тойымды рулетіміз дайын болды. Дастарханның сәнін келтіретін жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.